Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі сый туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сый дәстүрі. Ежелгі дәстүрде қайтыс болған адамның тұтынған киімдерін оның сүйегін жууға кірген. Яғни халық тілімен айтсақ өлікке түскен немесе басына, ортасына, аяғына түскен адамдарға марқұм еңірет, баш тігінге бас киімін, ортасына түскенге шапанын, аяғына түскенге етігін шұлғауымен атап, таза, тұтынылмаған киімді үлестіретін салт болған. Бұған қосымша өзі қатарлас адамдарға басқадай ұсақ киім, көйлек және басқа кәде қоса ұсынады. Өлік әйел адам болса, әйел киімін, еркек болса, ер адам киімін үлестіреді, және бұл айтылғандар шартты түрде орындалатын ереже қатарында. Егер киімі берілмей үй іші қараулық жасаса, аруақ жалаңаш жүреді деген ұғым бар.